Сәлем достар, мен челлендждерді жасауды өте қатты ұнатамын, бірақ осы жолы мен өзімді ұзақ уақыт аралығында сынағым келді. Яғни 30 күндік челлендждердің ішіндегі ең оңайы менің ойымша су ішу болды. Яғни 30 күн бойы тек қана су ішу. Сол арқылы мен қалай өзгеремін, соны білгіңіз келсе осы видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ал бастайық. Негізінде бұл экспериментке мен баяғыдан қызығып жүргем, өйткені су арқылы тері ылғалдандырылып, сау, жұмсақ әрі жас қалпында сақталып тұрады екен. Иммунитет күшейе бастайды, қандағы улы заттарды, қалдықтарды кетіреді. Жүрек мықтырақ болады, сүйек қатая түседі, артық салмақты тастауға көмектеседі. Зат алмасу процесі жақсарады. Миымыз жақсы жұмыс істейді. Және де тағы да басқа су ішу жайлы пайдалы ақпараттар өте көп. Енді осының барлығын өз өміріме енгізейін деп ойладым. Бұл эксперимент өте оңай көрінеді. Жай ғана 30 күн бойы су ішемін. Сок, газировка, компот, шайдан және де энергетиктерден бас тарта тұрамын. 1 тамыз күні ал жарайды деп бірден кірісе бастадым. 30 күндік жоспарды жасап алдым. Маған күніне орташа есеппен алғанда 8 стакан немесе 2 литр су ішу керек болды. Бұл тіпті 50 жыл бұрын диетологтармен жасалған факт болған және де енгізілген екен. Бір аптадай уақыт өткен соң мен мынаны байқай бастадым. Ұйқыдан тұра сала бірден су ішсең қайта ұйықтаған келмей кетеді. Бұл маған күшті әсер етті. Өнімділігімді 2 есе көбейтті. Әр күн өткен сайын су жайлы ақпаратты көптеп жинадым. Суды тым көп те, тым аз да ішуге болмайды екен. Оның да өзіндік нормасы бар. Өзіңнің күндік нормаңды шығару үшін 30 мл-ді өзіңнің салмағыңа көбейтесің. Егер осы нормадан асса, мидың ісіну қаупі бар. Бірақ аз да ішуге болмайды. Бір жерге назарыңды ұстай алмай, шөлдеп, жұмыс өнімділігіңді төмендетіп аласың. Арада 2 аптадай уақыт өткенде су ішуге бейімделе бастадым. Бастапқы 9 күнде кейде су ішкім келмей, оны тіпті қараудан жүрек айныды. Кейін көп су ішіп, үйреніп алғаннан кейін организм өзі-ақ суды қажетсіне бастайды. Сабақ оқу барысы су ішу арқылы жеңіл өтіп отырды. Күніне 2 литр су ішіп жүрген соң, басқа да сусындарды мүлдем ішкім келмей кетті. Оны тіпті ішке сүйдіру мүмкін емес. Осы 30 күнде қалыптасқан су ішу әдеті керемет әдеттерінің бірі деп ойлаймын. Өйткені өзіңнің дамуың жолындағы ең оңай жолдардың бірі осы су ішу болып келеді. Осы 30 күндік су ішу. Ас адамның арқауы демекші, біз не ішеміз, біз не жейміз, соған байланысты біздің энергиямыз қалыптасатын болады. Бір күнге қалай өзімізді сезінеміз, қалай өзімізбен өзіміз жүреміз, соның барлығы осыған байланысты деп ойлаймын. Шынымен-ақ басқа да зиянды, улы сусындарды ішкен орны осындай кәдімгі өзіміздің таза суды ішкен 100 есе жақсырақ деп ойлаймын. Осылай тек су ішуге сіздерді де шақырамын. Өте қызық болады деген ойдамын. Қазір. Көп су ішу ол жиі әжетханаға баруға алып келіп соқтырады.